Баршаңызға сәлем, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздерге какао қосылған простой пирожныйдың рецептін көрсететін боламын. Жасау жолы өте оңай. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап аппақ көк болғанша миксерлейміз. Шамамен 10 минуттай миксерлейтін боламыз. Енді үстіне сүт құямыз. Бөлме температурасында азғантай сары майымыз саламыз. Және үстіне азғантай сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді құрақ заттарымызды саламыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Какаомызды саламыз. Және разрыхитель салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік болмау керек. Осындай қоймалжың масса шығады. Енді табамызды дайындап, майлап, үстіне құя берсек болады. Газ пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Пирогымызды 180 градуста шамамен 30-35 минутқа қойып пісіріп аламыз. Біздің пирожныйымыз пісті. Енді мен бетіне шоколад пен сары майды араластырып жаға салдым. Бетін әсемдік ретінде дәндерді сеуіп қойдым. Осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдей берсеңіздер болады. Енді дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Пирожныйдың жасалуы өте оңай, әрі қарапайым, күнделікті шаймен жеуге арналған пирожныйлардың бірі. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып піскен. Егер сіздерге осы пирожныйдың рецепті ұнаса, үйден міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.